Қою қызыл көкөністер тағамдарыңыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды. Себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы, ой өрісі мен зейіннің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Ол төзімді. Қызылша адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек бұлшықеттерге ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мл қызылша шырынын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Оның шашы қалың. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін водорумені ықпал етеді. Ол бұлшықетті. Қызылшада бұлшықет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Ол сымбатты. Қызылша құрамында азот алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтан арылуға көмектесетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымы. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді. Ал құрамындағы көп мөлшерде кездесетін кальций қызылша жүрек ауруларынан зардап шегетін адамдардың ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады. Бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сөз күткеннен де артық болуы мүмкін. Баш жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық, әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздар мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие. Сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуын орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егер сізде осы айтылған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр. Ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Құяң немесе несеп тас ауруы қызылша құрамында. Бұл ауруларда қарсы көрсетілетін қымызды қышқылы бар. Қызылшаны қалай пісіреді? Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметрін қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға 1 қасық қант салыңыз, не өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет. Қызылшаның құпиясы. Жер жаһанды өзіндік қанық түсімен бүлдіріп жүретін біріміздің сүйікті, енді біріміздің ауызға алмайтын көкөністеріміздің бірі қызылшаның құпиясын бірге ашайық. Тарих беттеріне көз жүгіртсек, жабайы қызылшалар ежелден бері адамзаттың сенімді серігінің рөлін атқарып келеді екен. Біздің заманымызға дейін 2000 жылдары қызылшаның жапырақтары көкөніс ретінде және әртүрлі ауруларға шипа болатын дәрі ретінде пайдаланылған. Қызылша аты аталатын ежелгі құжат ретінде Вавилон патшасы Меродох Баладанның бақшасында егілетін өсімдіктердің тізімін атауға болады.
Көп ғалымдар қызылшаның отаны Вавилон деген қорытынды жасап жатады. Аталған жазбада қызылша жергілікті көкөніс емес, Сириядан әкелінген деп айтылады. Бертін келе қызылша Азия халықтары мен жерорта теңіздеріне таралып кетеді. Халық медицинасында дәрі-дәрмек ретінде қызылшаның жапырақтарын ғана емес, тамырларын да пайдаланғандығы Гиппократ және Аристофан, Феофраст еңбектерінде дәлелденген. Қызылшаның Аполлон құдайына құрбандыққа шалған ежелгі гректер оны өте жоғары бағалаған. Алғашқыда асқа тек қызылша жапырақтарын қолданған. Қызылшаның өзі улы көкөніс саналған көрінеді. 14 ғасырда қызылшаның солтүстік Еуропада да өсіре бастады. Қызылшаның құрамында көмірсулар, жасұнық, калий, фосфор, кальций, магний, темір, мырыш, А дәрумендерінің негізі С, В1, В6, Р, Е дәрумендері, поли қышқылы бар. Жинап алған бойда пісірген қызылшаның емдік қасиеті бар. Ол жасы ұлғайған гипертониямен және бауыр ауыратын, іші қатқан адамдарға пайдалы. Қызылша көп қайнатуды қажет етеді. 2-3 сағат. Оны тез пісіру үшін 1 сағат қайнатылған оттан алып, суын төгеді де 10 минут үстіне суық су ағызып қояды. Ал салат немесе винегрет жасау үшін оны щеткамен тазартып, суық сумен жуып, қабығымен қайнатады. Қайнатқан кезде қызыл түсін жоймас үшін суға құм шекер салуға болады. 2 литр суға жарты шай қасық. Қызылшаны асқа пайдалану біздің сүйектеріміз бен тістерімізге пайдалы әсер етеді. Бұл оның құрамындағы кальцийдің арқасында болады. Оның жетіспеушілігі тіс жегеге, мешел ауруына, сүйек кеуектенуіне және балалар бойы өсуінің бұзылуына әкеліп соғады. Сондай-ақ қызылша ағзаны тазалайды, шаршағанды басады, қаназдықтың алдын алады, қатерлі ісіктен қорғайды. Әсіресе қызылша шырынының пайдасы ұлан асыр. Қызылша шырынымен бәріміздің күрделі мәселеміз саналатын баспа ауруын, яғни ангинаны емдеуге болады. Ол үшін 1 стақан қызылша шырынына 1 ас қасық балды қосыңызда, дайын болған қоспамен күніне 6 рет тамағыңызды шайыңыз. Қызылша шырыны өт жолдары мен шектерді тазартып, асқазанды емдейді. Асқынып кеткен жаралар мен өзге де қабынған теріні таңып тастауға болады. Егер қан айналымыңыз дұрыс емес болса, онда сізге қызылша көмекке келеді. Қызылша шырыны қан айналым жүйесіндегі бұлшықет талшықтарының санын көбейтеді. Бұл талшықтар жүгіру кезінде адамның үнемі сергек жүруін қамтамасыз етеді. Адам спортпен айналысқан кезде мүмкіндігінше қызылшадан жасалған шырын ішуі тиіс. Өйткені қаңқа бұлшықеттерінде қан айналымын жақсартатын азот қышқыл тұзы бар. 100 грамм саумалдықта қанша азот қышқылының тұзы болса, қызылша шырынында да сонша болады. Ол ағзада қан тамырларын кеңейтетін азот тотығына айналады. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, бұлшықеттегі талшықтардың жақсаруы қан айналымын 38%-ға жақсартады екен. Бұл әсіресе тез қысқаратын талшықтар үшін пайдалы. Шырынның тағы бір пайдасы ағзада қышқыл жоғары болуымен күреседі. Қанды тазартып, қан аздықты емдейді. Сонымен бірге қызылша дәрумендерге бай. Құрамындағы бетаин артық салмақтан арылуға және бауыр ауруларынан айықтыруға сеп. Қызылша күш-қуат беріп, ағзаны тазалайды. Оны балаларға, болашақ аналарға және егде жастағы адамдарға жеу аса пайдалы. Қызылшаны пісіріп, қайнатып, қуырсаңыз да өзінің емдік қасиеттерін жоғалтпайды. Қызылша ішек жолдарының қызметін реттейтін қасиетке ие. Дәрігерлер күніне 100-150 грамм қайнатылған қызылша жеуге кеңес береді. Мысалы, қызылшадан дайындалған салатты жасау оп-оңай. Ол үшін 3 тал қызылша, 2 тал пияз, тұз, зәйтүн майы, аздаған сірке суы қажет. Дайындау әдісі: ашылған қызылшаны тұздалған суда қайнатыңыз. Пияз бен қызылшаны майдалап тураңыз. Зәйтүн майы мен сірке суын аздап қосып, араластырыңыз. Дәмді тағам дайын. Қызылша тез пісу үшін 30 минут қайнатқан соң ыстық суды төгіп тастап, суық судың астына 15 минутқа қоямыз. Температураның ауысуы қызылшаның тез пісуіне ықпал етеді.
Қызылша алабота тұқымдас 2 жылдық өсімдік. Ол орташа суыққа ғана төзімді, әртүрлі пішінді болады. Қызылша тағам үшін де, ем үшін де өте пайдалы. Аурудан тез айығу үшін ежелгі грек дәрігерлері қызылша шырынын ұсынған. Ол асқазан, ішек ауруларына, әсіресе іш қатқан кезде ем ретінде қолданылады. Аш қарынға 100-200 грамм қызылша жеген жөн. Тамыр жемісінің түсі қою қызыл болғаны пайдалы. Белоктарды ажыратып, бойға сіңіреді де зат алмасуға жақсы әсер етеді. Оның бойындағы холеин бауырдың қызметін күшейтеді. Сондай-ақ бауырмен өт жолдары және қан аздық ауруының алдын алып шипа бола алады. Ал сіз қызылшаны жейсіз бе? Комментарийға жаза кетіңіз. Егер видео пайдалы болса, каналға жазылып, видеоны бағалай кетіңіз.